Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге балалар киімдері туралы көрсетемін және айтып өтемін. Менің инста парақшамда бір оқырманым балалар киімдері туралы шығарыңызшы деп еді. Сонымен біз қазір Taobao сайтындамыз және мұнда балалар киімдері деп жазамыз. Міне көріп отырғандарыңыздай Taobao сайты бізге көптеген балалар киімдерін шығарып берді. Мен бір затты іздеген кезде осы екінші қатарға түсу арқылы іздеймін. Неге? Себебі бұл екінші қатарда өте көп сатылымға шыққан заттар немесе қазіргі кезде өте жақсы сұранысқа ие заттар көрсетіледі. Міне Taobao сайты сіздерге көптеген жаңа туған нәрестелердің және балалардың киімдерін шығарып берді. Мұнда көріп отырсаңыздар 39-49 деген сандар тұр, қызылмен жазылған. Бұл сандар осы киімдердің бағалары болып табылады және біз оны қалай есептейміз? Міне, біз бір киімді 39 екендігін көрдік Қытай бағасымен, оны көбейтеміз. Бізде қазір жобамен 1 юан бұл 68 немесе 67 теңге болып табылады. Мақұл, біз 68 деп жазсақ, онда бұл 2652 теңгеге шығады. Сонда біз қарап отырған киімдер жобамен 2000-3000-4000 көлеміндегі киімдер болып табылады. Сонымен бір дүкенге кіріп қарайтын болсақ, біз мұнда ең бастысы оның бағасына мән береміз және де бізге жеңілдіктер береді. Мұнда жеңілдіктер туралы мен келесі басқа бейнежазбада айтатын боламын. Десек те кішкене тоқталып өтсем, әр киімнің немесе әр заттың астына түскен кезде, егер де сіз белгілі бір саннан жоғары алсаңыз, немесе белгілі бір сомадан жоғары алатын болсаңыз, онда сізге жеңілдіктер көрсететін болады. Сонымен біз мұнда ол киімнің отзывтарын көретін боламыз. Яғни мұнда міне Қытай елінде осы киімді алған адамдар осылай түсіріп жіберді. Астында сөздерді көруімізге болады. Әрине біз Қытай тілін түсінбейміз. Біз бұны скрин жасау арқылы аударуымызға болады. Мұнда не екенін білейік қазір. Міне мына жақта киімге әр адам өзінің жандай комментарийін, өзінің пікірлерін жазған. Осы арқылы біз киімнің сапалы немесе сапасыз екендігін көруімізге болады. Немесе біз бұның барлығына ерінсек, барлығын бірден аударым жасауымызға болады. Қазір көрсетемін сіздерге. Міне, осылайша жобамен бұл киім туралы не айтылғандығын біз білуімізге болады. Қайта Taobao сайтына келетін болсақ, жалпы Taobao сайтында балалар киімдері өте көп және көріп отырғандарыңыздай біздікіне қарағанда арзандау келеді. 1688 сайтынан да алуға болады. Және тағы бір айтатыным, мына жерде бағасы жағынан сәл қымбаттау, бірақ сапасы өте керемет киімдерді осы екінші қатардан көруімізге болады. Және де мына жақта дүкендер бойынша іздейміз, яғни балалар киімін сататын дүкендер. Мұнда көріп отырсыздар, сары 5 корона тұрма, 6 корона тұрса, яғни бұл дегеніміз 1 коронадан бастап 5-6 корона тұрғаны, бұл дүкеннің сапасы өте керемет, өте жақсы деген сөз. Сапасына қарай бұның бағасы да кішкене жоғарырақ болады. Ал мынау қызыл жұлдыз тұрған дүкендер, бұл дүкендерде енді жаңадан ашылған дүкендер екенін білдіреді. Бірақ кей дүкендердің ішінде ол жаңа болғанымен сапасы жақсы болады. Және бізде қазір кездесуі мүмкін көк короналы дүкендерде бар. Ондай дүкендер міне шықты. Бұндай дүкендердің де киімдерін қорықпай ала беруге болады. Міне қараңыздаршы, балалардың, жаңа туған сәбилердің, 3-4 жастағы сәбилердің барлығының киімдерін, түрлі киімдерді біз осы жақтан көруімізге болады. Оның сапасын, қандай екендігін, жеңілдігін барлығына назар аударуымыз керек. Мен ақпараттарым сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Келесі жолы 1688 сайтында
балалар киімдерін алу немесе балалар киімдері арқылы жеке кәсіп бастау туралы бейнежазбалар шығаратын боламын. Олай болса менің каналымды қолдап лайк басып комментарий жазыңыздар. Сіздермен болған Гүлмира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.